Темір. Бұл есім тарих беттерінде алтын әріптермен жазылған. Ол әлемді аузына қаратқан қолбасшы, данышпан әмірші, қатал жаулаушы еді. Ақсақ Темір тарихтың өзі сияқты күрделі тұлға. Ол туралы сан аңыз бен әңгімелер айтылады. Темір 1436 жылы қазіргі Өзбекстан жерінде дүниеге келді. Ол жастайынан өткір ойлы, батыл бала болған. Темірдің өмірі күрес пен жеңістің, билік пен даңқтың жолы еді. Темір тарих сахнасына 14 ғасырда шықты. Бұл дүние жүзі өзгерістерге толы кезең еді. Алтын Орда ыдырап, жаңа мемлекеттер пайда болып жатты. Темір осынау тарихи оқиғалардың куәгері ғана емес, белсенді қатысушысы болды. Оның өмірі мен ерліктері бүгінгі ұрпаққа үлгі өнеге болып қала береді. Кішкентай Темір Шахрисабз қаласында дүниеге келді. Оның әкесі Тарағай Барлас тайпасының беделді биі еді. Бала Темірдің жастайынан атқа мініп, садақ тартуды үйренгені таңғаларлық емес. Бір күні жас Темір достарымен ойнап жүріп, аяғынан жарақат алады. Сол кезден бастап оны Ақсақ Темір деп атай бастайды. Алайда, бұл жарақат оның рухын сындыра алмады. Керісінше, Темірдің бойындағы ерік жігерді одан сайын шыңдады. Жасөспірім кезінде Темір әскери істерді терең меңгереді. Ол тактика мен стратегияны зерттеп, әскери тарихты оқыды. Темірдің батылдығы мен ақылдылығы жас кезінен ақ байқала бастады. 14 ғасырдың ортасында Моғолстан ханы Тоғлық Темір Орта Азияға басып кіреді. Бұл кезде Темір жас әскер басы еді. Ол Тоғлық Темірге қарсы күресте ерлігімен көзге түсті. Темірдің беделі күннен күнге арта түсті. Ол айналасына батыр жауынгерлер мен дана ақылшыларды жинай бастады. 1307 жылы Темір барлық Моғол әскерін талқандап, Мауараннахрда өз билігін орнатты. Осылайша, Ақсақ Темір тарих сахнасындағы орнын нықтады. Темірдің алдында үлкен мақсаттар тұрды. Ол Шыңғыс хан секілді ұлы империя құруды армандады. Темір әскерін жетілдіруге көп көңіл бөлді. Оның әскері атты әскерден, жаяу әскерден және жақсы қаруланған зеңбірекшілерден тұрды. Темірдің әскері қатаң тәртіп пен темірдей тәртіпке негізделген еді. Темір бірнеше рет Алтын Ордаға жорық жасады. Ол Алтын Орда ханы Тоқтамысты жеңіп, Алтын Орда мемлекетінің күйреуіне себеп болды. Темірдің жорықтары тек қан төгіспен шектелген жоқ. Ол жаулап алған аймақтарда сауда-саттықты дамытып, мәдениет пен ғылымды қолдады. Темірдің есімі бүкіл шығысқа тарады. Онымен санаспайтын бірде-бір билеуші қалмады. Самарқанд империяның жүрегі. Темір Самарқанд қаласын өзінің империясының астанасы етіп жариялады. Ол қаланы көгалдандырып, әсем ғимараттар салдырды. Самарқандқа бүкіл әлемнен шеберлер мен ғалымдар келді. Темір өнер мен ғылымды қолдап, Самарқандты шығыстың мәдени орталығына айналдырды. Темірдің сарайы салтанат пен сән салтанатқа толы еді. Ол шетел елшілерін қабылдап, оларды өзінің байлығымен таң қалдыратын. Темірдің тұсында Самарқанд әлемнің ең әдемі және бай қалаларының біріне айналды. Заңғар тұлға Темірдің дінге деген көзқарасы. Ақсақ Темір мұсылман болғанымен, дінге деген көзқарасы прагматикалық еді. Ол діни қайраткерлердің саясатқа араласуына жол бермеді. Темір ғимараттар мен мешіттер салдырғанымен, оның негізгі мақсаты өз билігін нығайту еді. Темір заманында Самарқандта көптеген медреселер ашылды. Ғалымдар мен діни қайраткерлерге Темір тарапынан үлкен құрмет көрсетілді. Алайда, Темір өз билігіне қауіп төндіретін кез келген әрекетті басып тастауға дайын болды. Тарихтың сайыпқыраны Темірдің даңқы мен дауы. Ақсақ Темірдің есімі тарихта қарама-қайшы бағаланады. Бір жағынан, ол ұлы қолбасшы, данышпан реформатор, мәдениеттің қамқоршысы болды. Темірдің империясы ұлан байтақ аумақты алып жатты. Ол өзінің заманындағы ең қуатты мемлекеттердің бірі еді. Екінші жағынан, Темір қатал жаулаушы болды. Оның жорықтары кезінде миллиондаған адам қырылды. Темірдің өмірі мен қызметі бүгінгі күнге дейін тарихшылар арасында пікірталас тудыруда. Мұра, ұлылық пен қатыгездіктің арасында. Ақсақ Темір 1405 жылы Қытайға жорық кезінде қайтыс болды. Оның өлімі бүкіл империяны дүр сілкіндірді. Темірден кейін оның империясы ыдырап кетті. Алайда оның ұрпақтары Орта Азия мен Үндістанда бірнеше ғасыр бойы билік жүргізді.
Темірдің мұрасы архитектуралық ескерткіштер, қолжазбалар, аңыздар мен әңгімелер. Оның есімі бүгінгі күнге дейін адамдардың есінде сақталуда. Темірдің өмірі ұлылық пен қатыгездіктің, даңқ пен трагедияның үйлесім тапқан керемет мысалы. Қорытынды, тарих беттеріндегі Темір. Ақсақ Темір тарихтың ең бір қайшылықты тұлғаларының бірі. Ол ұлы қолбасшы, данышпан әмірші, сонымен қатар қатыгез жаулаушы болды. Темірдің өмірі мен қызметі бүгінгі күнге дейін зерттеушілердің назарын аударып келеді. Оның туралы кітаптар жазылып, фильмдер түсірілуде. Темірдің есімі тарих беттерінде мәңгі сақталады. Ол қазақ халқының ғана емес, бүкіл әлем тарихының бір бөлігі.